Күн яхшы болсын, Калимат. Яхшымыз, аманыз. Міне біз білеміз, Дагестан Республикасының Ноғай районының Ленин ауылынан бек көп белгілі ноғай адамдар шыққан. Міне сен де олардың ізбасары боласың. Міне бұл өңірде сен яратушылықпен, жазушылықпен кәрлейсің, шайырлықпен қайсы заманда кәрлік бастадың? Yolum başlandı 4. klassdan деп айтпай аламын. Неге десе, мен со 4. класста, 5. класста өз сыдыраларымды жазып басладым деп ойлаймын. Сол кішкей шағым тетемнің янында өтті. Тетем де соға себеп болды деп айтпай аламын. Неге десе, икон атам бар еді, о да яратушылық жолмен жүрген еді. Соның бір сыларды келгендір деп ойлаймын. Ару, машалла. Затты айтты, Калимат, міне ең бірінші ятлауыңды кімге бағысладың? Ең бірінші ятлауымды бағысладым тетеме. Тетемді сондайда сүйемін деп айтпай аламын. Әр заманда да менің янымда еді. Кішкей заманын алып ойладым, тетеме бағыслама керекпін деп. Ятлауларды сен ноғай тілінде жазасың ба? Ятлауларды ноғай тілінде жазамын. Yazушылықта сенің тематикаң қайдай? Тематика көп айт болмаймын. Яшауда болады аңсыларды язбай сүйемін. Неге десе, сол затлар Жүрегіңе юқ темалар? Жүрегіме жоқ болып көрінеді, да. Бүгінгі неше ятлаудың астары боласың? Бүгінгі күнлерде бір 8-9 деп бар деп ойлаймын, білмеймін, санынша есімде жоқ. Көптен бері язбаймын, білмеймін, келмейді ойлар. Келер, Алла қайтса көңіл. Міне yazған затларың қайсы газеталарда затты баспада шығады? Yazған сытларымды мен біреуге көрсетпегім, тек әйелім біледі. Атам-анам көргендір, әптем басқалар көрген жоқлар. Мен ойлаймын, о менің біраз өзімше затын деп халыққа көрсетпеге әлі әзір туылман. Ішкі дүния. Ішкі дүния. Міне сен, мен біліп, бұл өңірде Москва қаласында ранхисте оқисың, 3-ші курсын студенті боласың дейі. Міне алдыда, Алла қайтса сен міне жоғары оқу отанын құтыл болсаң да, ятаулар жазуды батырма мұрат етесің ме? Етемін, бар, мұрадым сондай. Халқым үшін өлемін, халқым үшін ниетпеге разыман. Соның ішінде яратушылық жүрісті де жүргізбеге. Міне алдыда әнте қайдай мұратларың бар жазушылық жолында? Міне сен біреуге болсын ызлайсың ба? Ноғай адабиятында көп классиклер бар, көп зегенлер бар. Міне мектептен алып, сенің ең де сүйген жазушың кімді? Ең де сүйген жазушы Кадрия Темірбулатова. Неге десе, оның бірінші ятлауын халқыма деген мен бір конкурста оқып, бірінші орын алып, сонан соң менің яратушылық ісім кетті деп айтпай оламын. Сондайда кішке ятлау, но сондайда терең ойлы ятлау еді. Сондайда жүрегіме кіріп кетті. Кадрия Темірбулатова менің сондайда ең сүйіклі жазушым деп айтпай аламын. Кадрия Темірбулатова яратушылығымен саға көрім үлгі болады жазушылық жолында. Міне бұл өңірде сен, Алла қайтса, жатқан Москва қаласына кетесін оқуға дейі. Міне қыркүйек айында оқу басланады. Сөйткен заманда міне студент яшауынан алып yazған бір ятлауың бар болса, бізге оқу естірме боласың ма? Студент шағында yazған ятлауым жоқтыр. Тетеме бағыслаған ятлауды оқымай болам, тек яттан уже білімдік тәйт болмаймын. Қарап оқысам білмеймін. Болады. Тетеме бағыслаған ятлауымды оқимын. Шотым менің жоқ болса, сол сәт есіме түседі әйейімнің сөзлері. Кішкентайым, Калимат, сыпатыңды бұзба сен, ауырып қаларсың дүниям, деп айтқан еді әйем менің. Әйем, тетем деп, қалай сені сүйемін? Арада ялғыз болсам, саға барамын әйейім. Сырларымды айтып саға, сыбырдасамын сенімін. Біреу білмеген затыңды, сен де маға айтасың.
86 яста болсаң да, қартайсаң да тетем-ау, бәрі затты білесің, маслағат беріп тұрасың. Күннен күнге Құдайымнан тілеймін, айым менім тұрсын деп, заманы келе берсе де, ялғызымды сақла деп. Машалла, аперім кәлимат, бек қуандырдың мұна ятлауыңман. Мен саға алдыда өміршілігіңді тек жоғары үстінліктерді ораймын. Алдыда Аллах айтса кадриядай болып, зегенді жазушы болғаның сағынамын. Айтқаныңыз болсын. Міне менің өз ойымды айтып озайым саға. Алдыда Аллах айтса, міне Мәметеке журналында, Шөл дауысы газетасында, Қайдам Ноғай дауысы газетасында, Байтелек журналында, Лашын журналда міне жазғанларыңды берсең, олар шығып басасалар, Аллах айтса, біз сенімен юық болып қатынармыз. Алдыда Ноғай шайырлығының де бір кішкей затын шығарармыз, кітабын деп ойланамын. Міне өзің қайтып ойланасыңды, жазушылық, поэзия не зат береді яз адамға? Yazушылық, поэзия адамның көңілін ашатты ойлаймын. Неге десе, әлгі біздің дүнияда адамдар бір затқа да қарамай, құлық, анерге бару керек, мінерге бару керек деп, бір затқа қарамай жүреділер ойсыз. Біршки қағыт алып, қалем алып, біршки өзің ойыңды язам десең, көп заттың ақында ойланасың. Соға да көрі өз яшауыңды түзетпе боласың деп ойлаймын мен. Яшаудың шақлары түрлі болады, қиын, ауыр шақлары да болады. Сөйткен заманда поэзия яс адамның жүрегін емлейді. Қиынлық болған заманда, Алла қиынлық етпесін, сөйткен заманда қайтып айтайын, яс адамға күш береді, қанатландырып, дәурендіреді. Яңы емлерге, яңы істерді бажармаға дия. Мұны айтып өсті, мұны қайтып ойланасың сен, айелді тәрбие берген заманда балаларға. Ноғай поэзиясы қайдай орын тұттады? Біріншілей орынды алады деп ойлаймын. Неге десе, бәр затта мектептен басланады, кішкей заманнан алып басланады. Қайды саға ата-ана йораулар етсе, сол yolды бала да басады деп ойлаймын. Бәр затта кішкей заманнан алып басланады. Соға көрі поэзия біріншілей орынды алады деп ойлаймын. Ана тілі неге десе, сол түз ойларды балалар оқса, ару таза yolman, ақ yolman жүрер деп ойлаймын. Міне сен қызықсынасың ма? Орта өмірдерде ешаған Ноғай шайырлардың яратушылығымен, Ноғай дестанларын оқисың ма? Оқимын деп айт болмаймын. Маға ярайды Бике Кулынчакованың хабарлары. Мен үйге келсем, бізде Терекли ауылымызда Нагайстан деген дүкен бар. Сонда Асият Калакаева ағамыз сондайда көп бек ару кітаплар сатады, Ноғай шайырлардың. Сонан барып, әр заманда да бір кітап алып, оқымаға шалысамын. Машалла. Міне саға қарасам, менің өзім яслық шағым есіме түседі, шайырлықпен кәрдеп басылған замандарым. Мен де 8-ші класс оқитан заманда Качері халық жазушысы Келдіхан Құмратова келген еді біздің мектепке. Сол заманда бірінші yolğuz есімді міне бүгінде бұл өшеді. Келейік деп Келдіхан күйізленіп жүрген мен алтын оқасыдар еплерден садыралар тіккенмен деп бір десте, бір куплет yazғаным. Алтын оқадайын кітабы бар ол. Келдіхан Құмратова бізге мектепке келейікті, маға оқытушымыз айтқанда, ана тілдің оқытушысы. Сол заманда сол бір куплет туды. Мен оны айтуым мәнесі мысалға, міне сен естсең қайдан бір халқыңда, яшауында бір болған игіліктер ақында. Көңілің алып кетіп, ятлау жазба боласың сен? Боламын деп ойлаймын. Бірінші ятлауларымды жазып баслағанмын. Бір кішкей қайғыға түсіп жүрген заманларымда. Әлі ойлаймын, сондайда үлкен сүйініш болса, мен әлі де жазып баслармын деп. Машалла. Ардайымда яшауында тек игіліктері болсын, яшаудың ар бір күнін бағалап, қайтып айтайын, адулеп яшасаң, Аллах айтса поэзия yolunda да икон қанатларын болар деп білемін, кең яшау yolunda. Міне айтып өсті, енді өз айелің ақында, оқуың ақында? Айелімізде атам Күнкерхан бар, анам Фаризат. Біз балалардан айелімізде үшеу,
икон аданасым бар, Расул деп, эм аттем бар, Мариям. Мен енді кішкентайы айелімнің. Машалла. Бәрді ерлескендер, оқулар құтарып, өз айеллері бар. Со бір мен қалдым. Әлді оқу жолында ендігі бір курс қалған мағада, ендігі илала бір құтарып, іслемеге боламын. Өз айеліме де бір қуанышлар әкелерім деп те ойлаймын. Иншалла. Аша. Міне затты айтты. Сен міне оқуды құтылсаң, қайырды іслеме мұратың бар? Ол маға әлді ой, неге десе мен әлгі заманда бұл күндерді іслеймін. Өз кеспімін по правам человека деп аппаратта. Маға онда бек ярайды. Онда бәрі әдемлер өз қиынлықларыман икон хат жазадылар. Соларды оқып, бір-бірді көз ясты ағып кетеді. Әдемлер сондай да, не деп айтады, көмек таппай сол аппаратқа yazадылар. Бір көмек етпей шалысасын. Қайда болса да аннан-мынан ізлеп бір зат еткін келеді. Сондай ерлер ма ярайды. Может, если зат етсем, қалыпта қалармын сонда. Алла мұратыңа толы етсін. Затты айтты, міне студенттік яшауында қайда яңылықлармен танысасың сен? Студент яшауым бек тез өтіп бара жатыр. Заман әлақ тез ұшады. Біз онда Москва қаласында ноғай ямағаты бар. Әр бір айдан соң, екі емадан соң түрлі шаралар өзғарадылар. Сол шараларда Москва қаласында оқитан бәрі ноғай студентлар келеділер. Түрлі кеспіде оқитанлар. Соларды көрсем, жүрегім яйнайды. Өз халқымды көремін, қанатланамын деп айтпа оламын. Онда яс иконлеріміз де бар, бізге маслағат береді, түз жолды көрсетеділер. Сол яшыма бек ярайды. Әлді біраз заман қалармын деп ойлаймын Москва қаласында. Тек өз шөліме де қайтпа ойым бар. Туған ерден сізат жоқ, дейі? Туған ерден сізат жоқ, құдырыс айтасыз. Калимат, айтып осыда міне, сен айтып осыдың бәрі маға тетемде себебетті деп поэзия yoluna түспегі, шайырлықпен кәргімеге. Міне сөйткөн заманда тұқымыңда белгі бары болар, яратушылықпен, поэзиямен, өнершілікпен кәрген адамдар кімдер барды? Тұқымымда дұрыс айтасыз бар, икон атам, Құрай Лукманов, оны көп адамдары біледі. Ол бізде ерау болған, бір ерлаған ерін, бір неше күнлеп ерлаған деп айтады дедім. Мен естпегім өзім. Сол бір адамдар қырдан келіп, бұның затларын yazып, бір ерлерді шығарған деп айтадылар. Тек өкінішкі бізде ол кітаплер, ол кассеталар өкінішкі жоқ, көрмей қалғамыз. Келгендіп ескім Ашим Сикалиев, сізбеттің яратушылық құлын юрістетаны ақайлар, авайлар деп, Ашим Сикалиев есімде қалыпты тек. Ашим мен саға алдыда басылауларында тек еуғар үстінліктерге ораймын. Көп қуаныш яшаудан әсіпті. Алла сауып берсе, енді де олайцы yollarımız айқасар, сен де яңа яталар yazып, ой халқымыздың адабиятын, поэзия yolын өрлендіріп барғанын алайсың. Сау болыңыз, айтқаныңыз болсын. Сізге де тек ашық yol. Сау. Сау болыңыз.